Олимпиадалық мектептің құрылу мақсаты ол оқушылардың олимпиадаға дайындық жұмысын ұйымдастыру, олардың жұмысының жүйелілігін қамтамасыз ету болып табылады. Нәтижесінде оқушылардың зерттеушілік дағдылары, олимпиадалық есепті шешу дағдылары жоғары деңгейде дамиды. Олимпиадалық мектептің балалары бізде осы бірнеше жылдар бойы жақсы нәтижелер көрсетіп жатыр. Республикалық, халықаралық деңгейлік олимпиадаларда орындар алып жатқан оқушыларымыз бар. Тіпті орын алмаған оқушылардың өздері де емтиханға дайындық, жоғарғы оқу орынға түсер алдындағы емтихандардың барлығында осы математикалық, яғни олимпиадалық мектеп кезінде ие болған дағдыларын қолданып, оларда біршама өмірлерінде пайдаларын тигізіп жатады. Менің ойымша, барлық мектептерге олимпиадалық мектеп жұмысы ұйымдастырылуы қажет, себебі дарынды оқушылар үшін мектеп программасы ол шектеулі болып табылады. Олардың қабілеттерін арттыру үшін кейде мектеп бағдарламасынан тыс іс-шаралармен айналысу міндетті болып табылады. Сондықтан олардың олимпиадалық, яғни екі бағыт бар мектептен тыс шараларда, ол көбінесе олимпиадалық және проектілік. Олимпиадалық осы оқушылардың мектептен тыс білімдерін жетілдіріп, оларда өте күрделі тапсырмаларды шешу арқылы олардың зерттеу дағдыларын одан сайын жетілдіруге арналған негізгі жолдардың бірі болып табылады.